Егер де сіз жаңадан бастап жатқан блогер немесе тиктокер болсаңыз, бұл лайфхак сізге қажет болады. Қарапайым ғана заметки арқылы ешқандай приложение скачать етпей-ақ сториске оформление жасайтын боламыз. Заметкеге кіріп, ең соңғы карандашпен осылай көк сызықты сызамыз. Екінші карандашпен жанынан айналдырамыз да скопировать етіп сториске кіріп вставить етеміз. Жазудың үстіне қоямыз да, енді жазудың бетіне қарай шығару үшін үстінен басып тұрамыз да төменге қарай түсіреміз. Ал енді сізге осындай әдемірек почерк керек болатын болса, заметкеге кіріп, ең соңғы карандашпен жасыл цветті немесе өзіңізге любой ұнайтын цветті таңдап, қаттымен осы заметкенің үстіне басып тұрып почерк жасағанда әдемі почерк шығады. Жаңағыдай оны скопировать етеміз де сториске келіп вставить ететін боламыз. Егер де сіз белгілі бір сөзді анықтап көрсеткіңіз келетін болса, жіңішке карандашпен осылай түзу сызық сызып аламыз. Бағанағыдай скопировать етеміз де сториске кіріп вставить ететін боламыз. Именно қай сөздің астына қойғыңыз келеді, белгілі бір важный сөздің астына қойып қоя аласыз. Және де қазір жақсы хит болып жатқан фотосуреттердің бірі, заметкеге кіресіз де өзіңізге ұнайтын цитатаны жазып, скриншот етіп, оны қиып аласыз да сториске кіріп өзіңіздің фотоңыздың үстіне қоя қоясыз. Достар, егер де тағы да осындай керемет лайфхактар керек болатын болса, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер, әлде көптен